Мектепке дейінгі балаларды сапалы тәрбие және біліммен қамту мемлекет басшысының білім саласына жүктеген басты міндеттерінің бірі. Осыған орай өңір-өңірлерде 2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды балабақшамен қамту жұмыстары жүргізілуде. Сәрсенбінің сәтті күні Меркі ауданы Кеңес ауылында жаңа балабақша бүлдіршіндер үшін есігін айқара ашты. 50 орынға арналған балабақшаны ауыл азаматы Әділет Тілеуімбетов өз қаражатына тұрғызған. Бұл шалғайдағы шағын ауылда жаңадан ашылған екінші балабақша. Осымен Меркі ауданындағы мектепке дейінгі балаларды балабақшамен қамту көрсеткіші 100%-ға жетіп отыр. 50 орындық балабақша ашылып жатыр. Бұл жаңағы осы балаға салған инвестиция десе болады. Қол ұшын берген ауданымыздың әкімі, білім бөлімінің басшылары, және ауыл әкімдері, және ауылдағы жаңа қауымдастық мүшелеріне үлкен алғысымызды айтамыз. Осы істің алға басу осы кісілердің көмегімен, қол ұшының көмегімен келіп отқан дүниелер. Жалпы аудан бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен білім беретін 39 мекеме бар. Оның ішінде 16-сы мемлекеттік, 13-і жекеменшік балабақша болса, тағы 10 шағын орталық бүлдіршіндер үшін қызмет жасайды. Балабақшаның ашылу салтанатына аудан басшылары мен ауыл жұрты да жиналған болатын. Мемлекеттік, 13-і жекеменшік бұл ауданның 100%-ын қамтып отыр мектепке дейінгі балаларды. Бұл өте үлкен жақсы көрсеткіш. Білім деңгейі, оның ішінде жаңағы балалардың тәлім тәрбиесі, бұның барлығы атап өткен кезде бір жақсы ұсыныс, жақсы білімге деген құштарлық, білім сапасын арттырудағы үлкен бір жетістігіміз деп білеміз. Балабақшаға алғашқы күннен-ақ аяқ басқан бүлдіршіндердің қуанышында шек жоқ. Ән айтып, би-билеп көңіл көтерген бүлдіршіндер өздерінің өнерлерімен көпшілікті тәнті етті. Ауыл халқының сұранысын орындап, көптің қалауынан шыққан кәсіпкерге ауыл ақсақалы Ақылжан Иманқұлов ақ батасын берді. Назерке Тазабаева, Еркін Жасыбаев, Қазбек Қамал, Меркі ауданынан Айқын ақпарат үшін.